байланысшы жайлы жылдам ақпарат. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қиянат көрдің бе қабырғаңнан? Мөлдір Мұқанова тұрмыстық зорлық құрбандарына ән арнады. Белгілі әнші продюсер Мөлдір Мұқанова тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арнап «Солған гүл» атты ән шығарды. Ол туындыны қоғамда зорлық-зомбылыққа қатысты ауыр оқиғалар жиілеген тұста елде арнаған жұбанышы ретінде түсіндірді. Мөлдір Мұқанова мемлекеттік әлеуметтік желідегі парақшасында бұл жазбаны біреудің қайғысы мен өлімін хайпқа айналдыру мақсатында жасамағанын атап өтті. Менің бұл жазбам біреудің өміріне хайп табу немесе біреудің өліміне айып тағу емес. Мен жылағанда ел жұбатты, ел жылағанда мен жұбатпаймын ба, деп жазды ол. Әннің сөзінде әуенінде Ерболат Қарақойшы жазған. Туындыны Мөлдір Мұқанова орындады. «Солған гүл» әніне түсірілген видеода тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған Салтанат Мекенова мен Мадина Рашидованың, сондай-ақ алып қашудың құрбаны Нұрай Серікбайдың бейнелері көрсетілген. Ән мәтінінде зорлық-зомбылықтан зардап шеккен әйелдердің тағдыры суреттеледі. Қиянат көрдің бе қабырғаңнан, мезгілсіз сөндің бе жанылғаннан, жаным деп жүрген жаныңды алған деп жолдар кездеседі. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.